Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге кезет сайтының апталық жұмысына шолуды бастаймын. 42.500 теңге алмаған азаматтардың өтініштері қайта қаралатын болды. Дүйсенбіде сайтымыз осы тақырып жөнінде бірнеше материал жазды. Өтініштерді қайта қарау үшін аудандық не қалалық штабқа растайтын құжаттармен қоса өтініш беру қажет. Толық ақпарат білгілеріңіз келсе, сайтымыздың ел айдарына кіріп қараңыз. Бұл аптада блок-бекетте тұрған полиция қызметкерлерін қағып өлтірген Азаматовтың ісі көп талқыға түсті. Екі әріптесін көлікпен қаққан экс-полицей бұған дейінде істі болған және ол сот ісі де жол көлік оқиғасына қатысты. 26 мамырда Алматы полиция департаменті Азаматовтың 6 жыл полицияда жұмыс істеп, 4 рет тәртіптік жаза алып, өз міндетіне немқұрайлы қараған үшін қызметтен қуылғанын растады. Жалпы бұл оқиға елдегі біраз былықтың бетін ашып көрсетті. Ендігі жерде ішкі істер саласында бір реформа болуы әбден мүмкін. Бұл жайында Неге кезет сайтында. Алматы облысы Қараой ауылының маңында коронавирустан көз жұмғандарды жерлеуге арналған арнайы зиратқа 32 адам жерленген. Ресми дерек бойынша Алматы қаласында вирустан көз жұмғандар саны 10. Алматы облысында өлім тіркелмеген. Зиратқа жерленгендер ресми деректен көп. Неге? Әлеуметтік желі мен отандық бақта көп талқыға түскен бұл тақырыпты сайтымыз жазды. Және жерленгендердің ресми деректен неге көп болғанын да анықтап айттық. Қарасорадан қыруар пайда табуға бола ма? Жалпы аталған тақырып күні бүгінге дейін өзекті. Қарасораны арнайы өсіріп, оны сатып қыруар пайдаға кенеленбейтіндер де жетерлік. Заң не дейді? Бұл жөнінде жауапты мамандар әлеуметтік желіде тікелей эфир өткізіп, заң тілімен қарасораны өсіріп сатуға мүлдем болмайтындығын айтты. Бұл жайында Неге кезет әдеттегідей сіздерге айтып, жазып жеткізді. Әлеуметтік желілер бақылауға алынуы мүмкін. ақш президенті Дональд Трамп әлеуметтік желілердің жұмысына қатысты жарлыққа қол қоюға ниетті. Жалпы алғанда Трамп Twitter желісін президенттік сайлауға араласып, сөз бостандығына қысым көрсетті деп айыптап отыр. Ендігі жерде Ақ үй басшысы тырнақшаның ішінде әлеуметтік желілерге соғысты бастап кеп жіберсе, жалпы желілердің жағдайы мәз болмайтынға ұқсайды. Сондықтан да қызықтың көкесі әлі алда. Жалпы алғанда Неге кезет сайты осы аптада 300-ге жуық тақырыпты қозғапты. Бүгін мен соның небәрі 5-еуіне ғана тоқталдым. Қалған 295 ақпар сізді күтуде. Келер аптаға дейін аман болайық. Құдай берген армандарыңыз орындалсын.